Ішкі істер министрлігінде қоғамдағы өзекті мәселе көтерілді. Интернет алаяқтыққа қарсы бірлескен жұмысты талқылау үшін Қазақстан Республикасының цифрлық даму министрі, цифрлық даму инновациялар аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі өкілдері келіп, байланыс операторларының басшылары мен жауапты мамандары онлайн қосылды. Рассматриваемая сегодня тема весьма актуальная и находится на контроле у главы государства. Нужно признать, что на сегодня вопросы противодействия интернет-мошенничеству очень актуальны. Они, к сожалению, сегодня являются проблемой, заполнили всю нашу страну. Если даже мы посмотрим динамику их регистрации, необходимо отметить, что с 2016 года количество их увеличивается в геометрической прогрессии ежегодно в 1,5-2 раза. Если в 2016 году их количество зарегистрированных комитетов по правовой статистике составляло только 1000 преступлений, то в прошлом году уже их составило 21 тысяча. То есть, видите, вот насколько раз выросло. Необходимо отметить, на сегодняшний день, в текущем году, уже совершены более 11 тысяч преступлений. В прошлом году за весь год 13 500 преступлений. На это повлияло распространение в период пандемии ограничительных мер, практики дистанционных покупок и переводов. Цифрлы технология жаһандануға ғана емес, қашықта отырып жасалатын қылмыс түрін көбейтті. Ақпарат алмасу, байланыс, сауда-саттық алаңына айналған ғаламторды технология тілін меңгерген алаяқтар өз құрығына пайдаланып отыр. Тұзаққа түсетін заңнан бейхабар, қаржылық сауаты аз қарапайым халық. Биыл жыл басталғалы интернет алаяқтыққа қатысты 11763 қылмыс тіркеліп, 7 миллиард теңге шығын келтірілді. 571 қылмыскер, 17 ұйымдасқан топ ұсталды. Кез келген интернет ресурсқа тіркеліп, жеке деректерді енгізу қақпанға өзі барып түсумен тең. Алаяқтарының арбау тәсілі де түрі де көбейді, деді криминалды полиция департаментінің басшысы. Оның ішінде өздерін банк немесе құқық қорғау органы қызметкерлері ретінде таныстырып, ауыстырмалы нөмірден қоңырау шалатын алаяқтық артып тұр. Оларға тосқауыл шараларын цифрлық даму министрлігі де жан-жақты жүзеге асырмақшы. Біз өз тарапымыздан байланыс операторларымен бірлесіп, осы 2 айдың ішінде осы мәселелердің шешу жолдарын қарастырып, талқылап, нақты шешімдерге қол жеткіздік. Қазіргі кезде байланыс операторлары, яғни Kcell, Cartel, Mobile Telecom сервис, яғни Теле2, телекоммуникация операторларының арасында телекоммуникация желілерінде рұқсат етілмеген қызметті, оның ішінде алаяқтық әрекеттерді болдырмау бойынша ынтымақтастық туралы келісімге қол қойылды. Дегенмен нөмірді тіркеуді қатаңдату қажет, дейді ұялы байланыс операторларының басшылары. Олар миллиондаған жалған қоңырауларды бұғаттағанымен мәселе оңтайлы ортақ механизмді қажет етеді. На сегодня актуальной проблемой является использование мошенниками сервисов по подмене абонентских номеров. Анализ сегодняшних преступлений показывает, что основной ущерб, основная мера именно этим способом, который скрывает свое местоположение, специальное приложение для удаленного доступа к телефонам. Зачастую они находятся за рубежом, но есть случаи, когда наши соотечественники становятся их соучастниками. Вот здесь надо сказать, что они являются соучастниками. Иногда они прикидываются невинными овечками, что якобы по просьбе кого-то открыли счет, перевели эти денежные средства за незначительное вознаграждение тому, кто их просил. Они обналичивают по просьбе малознакомых лиц. По линии МВД мы направляем своим коллегам, странам, ближайших зарубежья, соответствующие запросы. Однако бюрократический механизм этапов согласования не позволяет оперативно получать требуемую информацию. Данный вопрос я планирую поднять на предстоящем, вот буквально через месяц будет заседание Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ. И там мы как раз этот вопрос поднимем. И у нас есть конкретные предложения
каким образом мы должны оперативно эти вопросы рассматривать, оказывать друг другу помощь. Ішкі істер министрлігі интернет алаяқтыққа тосқауыл қоюды қатаң бақылауға алып отыр. Тәртіп сақшылары жиын барысында SMS хабарлама арқылы қысқа мәтінді ескерту ақпараттарын тарату қажеттігін айтты. Оған барлық байланыс жүйесі атсалысу керек. Ең бастысы қылмыстың алдын алу қажет. Ол үшін халықты ақпараттандыру, түсіндіру жұмысын күшейту қажет.